Привет всем, деп осылай. Ауылдағы үшінші күніміз басталды. Таңертең тұрып, далада біраз жүрдік. Содан кейін Анар апайдың үйіне барды. Анар апаймен бірге басыма бәлеушімді алып алайын деп Қуаныш екеуміз қыдырып, барып, қайтып келдік. Осылай дастармен жүрген жақсы көреді, ауылда жүрген жақсы болды өзіне. Далада ойнап, содан кейін бәріміз үлкен қаратал деген көрші ауылға барып, папамның қайтыс болған Риза деген апай бар, сол кісі жатқан жерге бардық. Барып, үшіре құрамылықтап, барлығына бардық қой, саренж қалмағысын аруағы деп, өш құрамылықтап қайттық. Өмірден өткен барлық жақындарымыздың басына барып, біраз жеңілдеп қалдық. Содан кейін Зайсан жаққа келіп, Зайсанда осындай Абай саябағы деген бар екен. Осында келіп біраз қыдырдық. Оншы ойнасын деп. Абай ғой дейме? Абайға саябақшылық жақта мектеп жоқ, Абай мектебі. Қарабақта Абай мектебі болған. Саябақшылық болған. Бюст Абайды күттірдік. Мына кісі былай ұйықта қалған. Привет, демам. Привет. Бұл парк некісі әтемі жер екен. Біраз қараусыз алыпты. Көрегі бәрін қарап жақсылап қараса, некісі жақсы жер. Қыдырғанға ішін аралап, біраз жүрдік. Содан кейін бір кезде маған жадыра звондайды. Не істеватсыңдар, қайтасыңдар ма деп. Мен паркте жүрмін десе, ой, мене Абай паркінің жанындамын, қазір келейін деді. Осылай қыдырып жүріп, жадыраны күттік. Мынау алдымызда тұрған некісі фонтан. Қыран құспа бүркіт бейнелеген. Әдемі екен, некісі мына жердің бәрінде суақ жатса күшті болады екен. Осыған қарап істеп жүрдік. Атты баққан тұр. Бата айтып жатыр ма кісі? Қыз қу, ойбай, қыз қу емес. Қыз қу ойнатыр. Так, мынау тұсау кеше жасыма секілді. Ары-қарай барса ана жерде баланы бесікке бөлеу. Қазақтың салт дәстүрлерін жақсы көрсетіпті бұл жерлерде. Содан жадырада келді. Базар жаққа бара жатыр екен. Жадырамен осылай біраз жүріп, фото түстік, әңгімелесті. Осындай балалар ойнайтын жерде бар екен. Бұл жерде Қуаныш біраз ойнады. Жүріндір, деп жаққа шақырыптыр. Жадырамен Абайдың жанында фото түстіп, мына жерде пакетімізді ұмытып кеттіппіз. Қайттан келістім. Фотоам жадырамен фотоға түсіп, болған соң жадыра өз жұмыстармен ары қарай кетті.
кетті. Біз осылай біраз барып тек жүрдік. Анау жақта аю бар деді ма, бірден келедім. Қоныш пен апасы екеуі бар келдім. Мен ол уақытта алыста бір жолдың ар жағында тұрған бір магазиннен су алып тандырып іштім. Сосын партия қыдырып болғаннан кейін біз қараталға қайтып, Байратаға мен Анарапайдың үйіне қонаққа барып, бірге шай ішіп кеттіңдер деді. Өйткені біз ертеңгісі күні үйге қайтатын болдық.